Қазір ғана Инстаграмнан бір блогер сымақ жігіттің қазіргі жас оқушы қыздардың бәрі беттерін баттастырып боянатын болды. Сол үшін мектепті тексеру керек, мектепке тексеруге бару керек деген видеосын көріп, таңнан давлением 180 болып, тиктокқа шығып отырмын. Енді қараңыздар, ата-аналар тарапынан бұл кетіп атқан қателік. Қыз бала 5-ші сыныптан бастап қазір 11-ші сыныпқа дейін неге сонша боянып жатыр? Бірінші себеп, біреуге ұнау үшін сіз сөйлесіңіз. Боянып жатыр ма қызыңыз, сізге көрсетіп, баттастырып, неше түрлі айнаның алдында тұратын уақыт көбейіп жатыр ма? Кімге ұнау үшін? Екіншіден, жасөспірімдік шақта мынау түрлі бездер, гормоналды өзгерістер болатындан білесіздер, иә? Кейбір қыздарымыздың бетінде жаңа неше түрлі безеулер, бөртпелер пайда бола бастайды. Сол кезде сіз мән беріп жатсыз ба? Сол қызыңыздың өзіне көңіл толу бар ма? Өзін басқаларымен салыстырып құнсыздандырып жатыр ма? Өзінің құнын түсіріп жатыр ма? Сіз сол жағына сөйлесіңіз, қараңыз, оның қалыпты екенін, қандай өзгеріс болатынын, қандай сіз көмек бере аласыз, қандай диета сақтата аласыз. Ол өзі бетіне безеу бөрткен жоқ, бұзылып атқан беттің апарып неше түрлі арзан химикаттармен баттап жатыр. Ертең орны толмайтын өкініш әкеледі. Ары қарай еліктеушілік. Көп қыздарымызда еліктеушілік. Ана бәленбай боянып келді бүгін, самооценкасы жоғары, жүрісі керемет, қайқаңдап жүр. Демек мен де боянсам сондай болам. От көрдіңіз ба? Ол бала ғой әлі. Балалық оймен еліктеп жатыр. Анау ернін шоқтайғы бояп кепті. Онда қыз болу осы екен, мен де бояйым. Себебі сіз үйде айтып жатқан жоқсыздар. Ата-аналар үйде қыздарыңызбен жұмыс жасаңыздар. Әкесі шешесін итеріп қойып, шешесі мен де еркек болып кеткем, мен де ақша тауып жатырмын мәсаған деп, таңнан үйден кетіп, кеште сүрініп жығылып келіп, үйде уақытында телефон қарап, тикток қарап, өз балаларыңыздың не болып жатқанын біліп жатқан жоқсыздар. Қазір мектепте мынандай өткенде бір не оқыдым. Бетіңнің бояуын қанша беспаттан қып жақсаң да бетсіздігіңді жасыра алмайсың деген. Енді көпке топырақ шашпаймын, бірақ жаңа бетін қанша әдемі қып бояп, баттастырып алған қыздарымыздың кішкене болсын селт ететіндей аржағында ұят жоқ. Даже директор айтып атсын, мұғалім айтып атсын, пән мұғалім айтып атсын, безірейіп қарап тұр, маған не істеп аласың ал дейді. Сол үшін бұл үлкен ауқымды тақырып. Жалғыз мектепке итеретін емес, көбірек ата-ана күш шығаратын тақырып бұл. Сол үшін мән беріңіздер, ескеріңіздер, қызғалдақтарыңызға көңіл бөліңіздер.